Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі шеңбердің өзара орналасуы. Сабағымыздың оқу мақсаты екі шеңбердің өзара орналасу жағдайларын талдау. Енді екі шеңбердің өзара орналасу жағдайларын қарастырайық. Олай болса, бізге екі нүкте белгілеп алайық. Және олардың арақашықтығы көріп тұрғандарыңдай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сантиметр болсын. Екі нүкте белгілеп алдым. Енді осы екі нүкте арқылы, осы екі нүктені шеңбердің центрі етіп, шеңбер сызамын. Бірінші шеңбердің радиусын мен 4 сантиметр деп алайын. Және екінші шеңбердің радиусын 3 сантиметр деп алам. Мінекей, көріп тұрғандарыңдай екі шеңбердің ортақ нүктелері жоқ. Және дәл осындай тағы екі нүкте және екі шеңбер сызып алайын. Және осы нүктелер арқылы да шеңбер сызайын. Мысалы, мына С нүктесін шеңбердің центрі етіп, мен радиусы 5 сантиметрге тең шеңбер алайын. Радиусы 5 сантиметр етіп шеңбер алдым. Немесе Д нүктесі арқылы радиусы 1 сантиметр шеңбер сыздым. Мінекей, қандай жағдайда да, мысалы, бірінші А және Б шеңберлерінде де бізде ортақ нүктелер жоқ, және мына берілген С және Д шеңбердің центрі болатын С және Д шеңберлерінде ортақ нүктелері жоқ. Бірінші жағдайды қарастырайық. А және Б нүктесінің арақашықтығы өзіміз білетіндей 10 сантиметрге тең. Енді бірінші теорема бойынша, егер шеңберлердің радиустарының қосындысы, егер шеңберлердің центрлерінің арақашықтығынан кіші болса, онда екі шеңбердің ортақ нүктесі жоқ деп аталады. Енді өзіміз білетіндей, шеңбердің радиусы бізде біріншісі 4 сантиметр, ал екінші шеңбердің радиусы 3 сантиметрге тең болатын. Бұның қосындысы бізде 7 сантиметр. 7 сантиметр бізде А және Б арақашықтығынан кіші. Олай болса, ортақ нүктесі жоқ, иә? Ортақ нүктесі жоқ. Мінекей, бірінші шеңбердің бізде ортақ нүктесі жоқ. Ал екінші шеңбердің бізде С және Д, екінші жағдайды қарастырамыз, С және Д шеңберлері тұр. Бұлардың радиустары. Бірінші С шеңберінің радиусы бізде 5 сантиметр болатын. Одан азайтам, Д шеңберінің радиусы 4 сантиметр. Бұдан шығады менде 4 сантиметр. Яғни, егер шеңбердің радиустарының айырымы олардың центрлерінің арақашықтығынан үлкен болса, яғни СД-ның арақашықтығынан үлкен болса, яғни ортақ нүктелері болмайды екен. Осымен екі жағдайын қарастырдым. Егер шеңбердің, қайталап өтем, шеңбердің радиустарының қосындысы мына арақашықтықтан, центрлерінің арақашықтығынан үлкен болса, онда олардың центрлерінің арақашықтығынан кіші болса, онда олардың ортақ нүктелері жоқ. Немесе мына екі шеңбердің радиустарының айырымы мына екі центрлерінің
арақашықтығынан үлкен болса, онда олардың ортақ нүктелері болмайды екен. Және шеңберлер бізде қалай орналасуы мүмкін? Шеңберлер бізде орналасуы мүмкін. Мысалы, екі нүкте берілсін. Шеңберлер жанасуы мүмкін. Олар қандай жағдайда? Мысалы, А және Б. Е және F нүктесін алам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сантиметр. Арақашықтығын 10 сантиметр етіп, мен тағыда екі нүкте алдым. Осы екі нүкте арқылы мен тағыда шеңбер сызам. Е нүктесі арқылы мен шеңбер сызайын, радиусы 7 сантиметр етіп. Мінекей. Е нүктесі арқылы шеңбер сыздым, радиусы 7 сантиметрге тең. Ал F нүктесі арқылы радиусы 3 сантиметрге тең шеңбер алам. Олардың бір ортақ нүктесі бар. Бір ортақ нүктесі бар. Мінекей. G нүктесінде олар мына екі шеңбер бір-бірімен жанасады. Егер шеңберлердің бір ортақ нүктесі болса, онда ол шеңберлер жанасады деп аталады. Бір ортақ нүктесі бар. Бұлар жанасады деп аталады. Бұлар жанасады деп айтылады. Мінекей, көріп тұрғандарыңдай, олардың радиустарының қосындысы, центрлерінің арақашықтығына тең болса, егер радиустарының қосындысы, мысалы, бірінші шеңбердің радиусын мен 7 сантиметр деп алдым, ал екіншісін 3 сантиметр деп алдым. Бұдан менде шығады 10 сантиметр. Бұл менде тең болады. Е және F нүктесінің арақашықтығына тең. Бұл EF арақашықтығына тең. Бұл EF арақашықтығына тең. Олай болса, бұлардың ортақ бір ғана нүктесі бар. Бұлар жанасады деп аталады. Бұлар жанасады. Ортақ бір нүктесі бар. Енді тағыда қандай жағдайда қарастыруға болады? Бұл жаңағы шеңбердің ішінде орналасуы мүмкін. Мысалы, бізде берілсін бір нүкте. Және осы нүкте арқылы шеңбер жүргізем. Мысалы, радиусы 5 сантиметрге тең. Және осы шеңбердің ішінде менде тағыда бір шеңбер орналасуы мүмкін. Мысалы, шеңбердің центрі И нүктесінде және радиусы менде тең болуы мүмкін 2-ге. Мінекей, көріп тұрғандарыңдай, бұл нүктеде бізде бір нүктеде жанасады. Ол бізде мінекей G нүктесінде жанасады. Екі шеңбердің ортақ бір нүктесі бар. Онда бұл жанасады деп аталады. Ортақ бір нүктесі бар болса, жанасады. Енді бірінші шеңбердің радиусы бізде 5 сантиметр болатын, ал екінші шеңбердің радиусы бізде 2 сантиметр болатын. Содан бұдан шығады бізде 3 сантиметр. Бұл бізде H және I нүктелеріне тең. H, I арақашықтығына тең. Мінекей. Егер шеңберлердің радиустарының айырымы, егер центрлерінің арақашықтығына тең болса, онда олар жанасады. Ендеше ортақ бір нүктесі бар болса, олар жанасады. Ортақ бір нүктесі бар болса, бұлар жанасады. Енді шеңберлер тағы қандай орналасуы мүмкін? Шеңберлер тағыда қалай орналасуы мүмкін? Шеңберлер бізде қиылысуы мүмкін. Мысалы, мынадай К және L екі нүктесі берілсін.
К Л'дің ара қашықтығы бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сантиметр. К Л бізде 9 сантиметр болсын деп берілді. К Л бізде К және Л ара қашықтығы бізде 9 сантиметр. К Л бізде 9 сантиметр. Енді осы К және Л нүктелерін шеңбердің центрі етіп, мен шеңбер сызам. К нүктесі шеңбердің центрі болатын шеңбердің радиусын мен 5 сантиметр деп алайын. Енді Л нүктесі арқылы шеңбер сызам. Оның радиусын мен 7 сантиметр деп алайын. Мінекей. Яғни екі шеңбер бізде қанша нүктеде қиылысып тұр, көріп тұрғандарыңдай, М және Н деген екі нүктеде қиылысып тұр. Ендеше шеңберлер екі нүктеде қиылысуы мүмкін. Бұлар егер екі шеңбердің ортақ екі нүктесі бар болса, онда олар қиылысады деп айтылады. Ендеше жазам, ортақ екі нүктесі болса, олар қиылысады. Егер екі шеңбердің ортақ екі нүктесі болса, олар қиылысады. Енді бұны біз шеңбердің өлшемі өте үлкен берілуі мүмкін. Өте үлкен берілетін болса, онда оларды есептеуге болады жаңағыдай. Мысалы, егер радиустарының қосындысы, мысалы, бірінші шеңбердің радиусы менде 5 сантиметр болған, қосам екінші шеңбердің радиусы 7 сантиметр болған. Олардың қосындысы бізде тең болады 12 сантиметр. 12 сантиметр бізде, ал К Л'дің ара қашықтығы 9 сантиметр. Радиустарының қосындысы бізде К Л'ден үлкен болып тұр. К және Л ара қашықтығынан, К Л'дің ара қашықтығынан үлкен. Яғни радиустарының қосындысы бізде радиустарының қосындысы центрлерінің ара қашықтығынан үлкен болса, онда екі шеңбер бір-бірімен қиылысады екен. Немесе айырымы одан үлкен болса, бұл шеңберлер қиылысады. Енді центрлес шеңбер дегеніміз бар екен бізде. Центрлес шеңбер дегеніміз не? Мысалы, мен бір нүктені белгілеп алдым. Және осы О нүктесі арқылы барлығының центрі осы О нүктесі болатындай көп деген шеңбер сызуыма болады. Мысалы, 2 сантиметрге тең болсын, немесе 3 сантиметрге тең, немесе 4 сантиметрге тең көп деген шеңберлер сызуға болады. Бұл шеңберлер бізде центрлес шеңберлер деп аталады екен. Енді үйге тапсырма теоремаларды міндетті түрде жаттаймыз, анықтамаларды жаттаймыз және 116 беттегі 24 есеп үйге.